Иранда хиджабты дұрыс кимеді деп қамауға алынған әйелдің өлімінен кейін халық 3-ші күн шерулетіп жатыр. Олар полиция озбырлығына және ел билігіне наразы. Демонстранттар диктаторға өлім деп ұрандатуда. 22 жастағы құқық қорғаушы Махса Аминиді қыркүйектің 13-інде полиция ұстап ұрып соққан деген болжам бар. Бірнеше сағаттан кейін ол ауруханада есін жимастан көз жұмды. Алайда тәртіп сақшылары күш қолдану фактісін мойындамайды. Аминиді жүрек ауруынан қайтыс болды деп отыр. Осыдан кейін әйелдер хиджабтарын лақтырып, шаштарын қиып, бүкіл ел аумағында наразылық өршіді. Шерушілер полициямен қақтығысып бірнеше адам қайтыс болған. Ондағаны тұтқындалды. Кей өңірлерде интернет өшірілген. Ел президенті Ибрахим Раиси Аминидің өліміне қатысты дереу тергеу жүргізуді тапсырды. Алайда наразылықтар әлі басылар емес.